Имам Әл-Хасан Әл-Басри рахимахулла айтады, адамның жаны денесінен шығып жатқан кезде үш нәрсеге өкініп шығады деді. Біріншісі, أنه لم يشبع مما جمع ولم يدرك ما أمل ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه. Біріншісі, жинаған нәрсесіне тоймады деді. Жинаған нәрсесінің рахатын көре алмай қалдым деп өкінішпен шығады деді. Яғни, мысалы адам өліп тіріліп жұмыс істейді, осының ертең рахатын көремін, ләззатын көремін деп сөйтіп бір күн келеді, соның ләззатын көре алмастан дүниеден өтіп кетеді. Біріншісі, жиған нәрсемнің ләззатын, рахатын көре алмадым деп өтеді. Екіншісі, алдыма қойған арманыма жете алмадым деп өкініп өтеді. Және үшіншісі, бара жатқан жағыма азық жинай алмадым деп өкініп өтеді деді. Қарап отыратын болсақ, шынында да адам дүниеге махаббат қойып, дүниенің артынан қуып жүре береді. Сөйтіп, бір күні қалай оған өлім періштесінің келіп қалғанын білмей қалады. Сол кезде қап осы жиған дүниемнің ең болмағанда сәлде болса бір рахатын көрсем еді деген өкініште болады. Және тағы да біраз өмір сүргенде тағы мына нәрселерге қол жеткізгенімде еді деп тағы бір өкінеді. Қап ақирет кеп қапты ғой, ақиретке де бір нәрсе жинап алу керек еді деп ол үшін тағы да өкінеді. Өзімізде өмірде көріп жатамыз, бала шағасының қызығын енді көретін уақытында кетіп қалды, мынандай уақытта кетіп қалды деп кейде адамдардың айтып жатқанын естиміз. Яғни ол сол әрекет еткен нәрсесінің рахатын көре алмай кетеді.